Ойын ТВ. Пластилиннен жемістер жасайық. Сәлем. Қай түстен бастасақ екен? Қызыл түстен бастайық. Қандай қызыл түсті жемістерді таныйсыңдар сендер? Ол осындай домалақ, кішкене томпақтау, және кейде жасыл жапырағы болады. Қоңыр сабағы болады. Алма. Дұрыс айтасың, ол бізде алма. Енді көздерін жабыстырып, түріге ұқсатайық. Ой, ол бізге қарағысы келмейтін сияқты. Енді аузын істеп берейік. Осындай қырсық алма болып шықты. Ал сары түсті қандай жемісті таныйсыңдар сендер? Ол осындай кішкене сопақтау. Осы жемістің де жасыл жапырағы болады. Жапыраққа орын дайындап берейік. Және сабақ. Алмұрт. Әрине, ол бізде алмұрт. Алмұртқа аузын істеп берейік. Енді көздерін және қабағын. Енді көздерін. Осындай сүйкімді алмұрт болып шықты. Ал қандай қызғылт сары жемісті таныйсыңдар сендер? Мандарин. Дұрыс айтасың, ол бізде мандарин. Біз оны кішкене шын мандаринға ұқсатайық. Осылай жақсырақ болды. Енді көздеріне орын дайындап берейік. Мінекей, көздері дайын болды. Енді аузын жасап берейік. Осындай қызық мандарин болып шықты.
Ал енді бізге ақшыл сары түс керек болады. Ол үшін біз сары түс пен ақ түсті араластырамыз. Дәл осындай түс керек бізге. Ал енді бізге сары түс керек болады. Кім ойлап тапты? Ол бізде не деген жеміс? Ал енді не ойлайсыңдар сендер? Банан. Дұрыс, ол бізде банан. Енді бананға көздерін істеп берейік. Көздері дайын болды. Енді аузын жасайық. Осындай әдемі банан. Ал енді бір ойынды ойнап көрейік. Қайсы жемістерге және қайсы көкөністерге жататынын табайық. Көкөніс ыдысы жеміс ыдысы. Ал алма қайсыған жатады екен, қалай ойлайсыңдар? Алма бізге жемістерге жатады. Қияр. Дұрыс, қияр көкөністерге жатады. Ал мұрт ше? Ал мұрт бізде алмамен бірге жемістерге жатады. Ал қызанақ көкөністерге. Банан қайда барады екен? Дұрыс, жемістерге. Қырыққабат көкөністерге жатады. Сәбіз де. Мандарин ше? Жемістерге. Тәтті бұрыш қайда барады екен?